Так, Wi-Fi USB адаптер. Соны салыстырамыз. Так, біріншісі мынау. Түрі мынандай Wi-Fi, екі антенна бар. AX900 деген. Сосын M, AX900M деген. Бұл скриншот осындай түрі. Ішінде Bluetooth бен Wi-Fi бар. Еще плюс драйвер. Флеш уже Wi-Fi адаптердің ішінде драйвер бар. Осындай шығады. Ең басында қосқан кезде. Сосын 2,4 ГГц и 5 ГГц поддерживать етеді. 2,4 ГГц-ті спид тесті қарасақ, скорості мынандай. Сосын USB 3.0-ға салдым да. Сосын мынау iPerf деген. Так, iPerf деген программа. То есть мынандай утилития да. Бұл роутермен Wi-Fi-дің, мысалы ноутбук Wi-Fi, басқа компьютер через провод арқылы жалғанған бір компьютер, а біреуі через Wi-Fi арқылы, осы Wi-Fi арқылы. Сонымен тексереді скоростьін. Мына жерде жалып тұр. Сосын мына информация сол туралы мына жерде астында. Мысалы 92% сигнал мощность. Сосын скорость 72 мегабит в секунду. Осы жерде қарап алсаңыз болады. Сосын мына Windows-тың өзінің информациясы бар тағы да через интерфейс арқылы. Так, енді 5 ГГц-ті қараймыз. Speed тест жасадым осындай. Оның скоросты как будто не сияқты, LAN кабель бар ғой, сонымен жалғанған сияқты. Расстояниясы бір 10 метр бар шығар расстояниясы. Еще арасында 2 стенка бар. Speed тест. Так, мынау жаңағы iPerf деген программа. Сол арқылы сосын астында информация. Бұл жерде 82% сигнал деп тұр, 5 ГГц-ті. И 433 мегабит в секунду. Мына скорость көптеу енді 5 ГГц-тік. Сосын мына жерде скоросты да көп мынау. Так, келесі Windows-тың өзінің информация береді, осындай. 5 ГГц, 48 канал, 433 мегабит в секунду. Бұл осындай Wi-Fi. Так, Bluetooth 5.4 версиясы. Ішінде Bluetooth да бар еще. И драйвер. Так, келесі мынау Wi-Fi адаптер AX900 деген. Артында M деген жоқ та, анада біріншісінде M болды. Так, ол да Bluetooth 5.4. Түрі міне мынандай. Бірақ ол без антенна. Антенн жоқ. 4 ГГц-тен бастайық. Speed тест 2,4 ГГц. Скорості мынандай. Несі iPerf деген программамен тексергенде осындай скорость. 66% сигнал. Уровень сигнал мощности. 72 мегабит в секунду. Так, мынау Windows-тың өзінің несі. Интерфейс көрсетеді. Та 5 ГГц-ті қараймыз. Speed тест 5 ГГц. Скорості жақсы. LAN кабель сияқты, бірақ без антенна. Так, iPerf деген программамен қарағанда осындай скорость. Жаңа біріншіге қарағанда мынау төмендеу скорость. 54% сигнал, несі сигнал деп тұр. Уже жаңағы антенна болмағасын кішкене скорость аздау. Так, информация мынандай. Так, екіншісі Wi-Fi TP-Link Archer T2U деген. Түрі мынандай. Ода бірақ Bluetooth жоқ. Просто Wi-Fi.
2,4 ГГц и 5 ГГц Wi-Fi. Так, давай 2,4 ГГц speed тест. Оның скоросты мынандай. Так, iPerf деген программамен қарағанда осындай. Бұл жаңағы екеуінен де чуть-чуть төмендеу скорость. Алдыңғы екеуін салыстырдық қой. Соған қарағанда мынау төмендеу несі скоросттар чуть-чуть. Так, несі мынандай информация.